Қазақ танымындағы туыстық атау ерекшеліктері өз бойын жоғалтқан емес. Ежелден келе жатқан туыстық атаулардың мән мағынасын, шығу төркінін ұмытпаған абзал. Себебі әр туыстық атаудың өзіндік міндеті мен ерекшелігі бар. Мысалға, жиен. Халқымыздың үшін жиен сөзі ежелден қастерлі қадірлі. Ата-бабамыз жиен назары күшті деп жиеннің көңілін қалдырмауға, барынша қамқор болуға, құрметтеуге тырысқан. Жиенге тек анасының туған туыстары да ғана емес, бүкіл ауыл, ел жұрт нағашы болып есептелген. Дәстүр бойынша жиенді ренжітуге қол жұмсауға болмайды. Жиенді ұрғанның қолы қалтырайды деген мақалдың шығу тегі осыдан. Тіпті жиеннің қалауын орындап, сұрағанын беріп немесе жиендік жасап алып кетсе де ренжімей, жиенге сот жоқ деп дәстүр мен салтқа бағынған халықпыз. Қыздан туған баланың қыздың төркіні және рулас адамдары, яғни нағашылары жиен деп атайды. Ал жиен немере санала ма? Әріптесіміз Маржан Үсіпбек жалғастырады. Амансыңдар ма? Аманбыз ғой. Жақсы, артын қайдан келе жатсың? Ой, анау елден балалар келген, солар қалғаным ғой. Немерелер. Ерке бұланның балалары ма? Жоқ, қыздікі, Индиранікі ғой. Ол жиен. Ол жиен емес пе саған? Осы күні айта беретін болды ғой, немере деп. Жақсы, онда. Аман болып тұрыңдар, жақсылап күтіп ал. Рахмет. Қайырлы таң көрермендер, қазақ әр ұрпағына ат беріп, кез келген сөздің мағынасына баса мән беретін халық. Алайда байқағаныңыздай соңғы кезде немерені былай қойғанда, жиенді де немере дейтіндер көбейді. Ал осы орынды ма? Алдымен көптің пікірін білейік. Ұлдан туған ғана қай немеренді. Мен қарсымын жиендерді немере деген. Өз орысша айтқанда поколениемізді ұлғайтатын ұлдарымыз ғой. Жиеннің аты жиен. Қыз жағынан ол жиен ғой негізі. Бірақ жиен өзінің немересі ғой бәрібір. Келісемін әрине. Дұрыс қой енді ол негізі. Бар болған дұрыс. Жиен деген ол басқа неден таралған ғой енді. Басқа тұқымнан, басқа адамдардан деген сияқты. Ал енді өз немерең деген, өз қаныңнан, өзіңнің неңнен тараған деген ол екі түрлі. Қыздың баласы бала емес пе? Біздің қазақтан дұрыс не қылмайды, ол дүкен өте керемет қылады да жиендерді жиен деп айтады. Ол дұрыс емес. Қыздың баласы, наоборот, даже былай айтқанда өте жақын келеді. Қарама қайшы пікір көп. Бірі құптайды, енді бірі қыздан туған баланы бөліп жару дұрыс емес дейді. Ал кейбірі өз пікірін айтудан қашады. Мүмкін буынсыз жерге пышақ ұрған болармыз. Алайда қазақы дәстүр мен мәдениеттің жөнін білетін бүгінгі кейіпкеріміз Ирина әже мен Әбжан ата ұрпақ сабақтастығы әрдайым сақталу керектігін айтады. Олардың басты қағидасы қасиетті сөздің қадірін біліп, ұрпағын шатастырмау. Жиен мен немеренің айырмашылығын көп адамдар айыра алмайды. Жиен ол қыздікі жиен, ал енді мынау ұлдікі немере біздің ұрпағымызды жалғастырады. Жиендер қонаққа кеп тұрады бізге. Біз оларды күтіп аламыз, осы жерде болады атасы мен апасында. Міне, аталы сөздің мән мағынасын білетін жандар осындай болса керек. Осылай ата дәстүрді сақтап отырған отбасы барда жиенді де немере деп атау қайдан шықты? Осы сауалға жауап іздеп көрдік. Айтылар пікір сан түрлі. Таяқтың бір ұшы кеңестік кезеңге тиеді, тарих бұрмаланды. Қазақ екенін ұмыта жаздаған кезеңде немере мен жиеннің жігін кім ажыратты дейсің деп ақталамыз. Алайда этнограф Ұлан Үмітқалиұлының мына сөзі біразымызды ойландырып тастайтыны анық. Біреулері жиенінде немересін бауырына салып жүреді ғой. Ол кісілерге сіз неге немере деп айтасыз деп тағы айтуға болмайды. Оның ешқандай жасыратыны жоқ. Кей жағдайда қоғамда қалыптасқан нәрсе, кейбір үйде отырып қап бала көтеретін қыз балаларды қоғамның өзгеруіне байланысты қазіргі уақытта соны немересіне қып бауырына басып алады да, ал оны жиен деп айтуға тағы да ұялып жатады. Мәселенің тағы бір ұшы бар. Оған ешкімді кінәлауға болмас. Отбасында ұрпақ жалғастыратын ұл болмай жиенді асырап еміреніп жатса, оған мұның дұрыс емес, бұл біздің дәстүрімізге қайшы деп айта аламыз ба? Жоқ. Оны бетіне басқандай болатынымыз анық. Міне осындайда қыздың баласын бөліп жара алмайтынымыз тағы бар. Қыздағының қиығы бар дейді. Немесе жиен ел болмас, желке ас болмас деп айтып жатады. Оған қарсы тағы да сөз бар.
жиеніне ел болмасын, малы болса, желкенеге ас болмасын, майы болса дейді. Мысалы, сол сияқты жалпы қазақ халқында жиенді тек қыздың баласынан қиығы бар деп сондай қарайды. Әрине, мұнда жиен мен немерені салыстырып, оның қайсысы жанашыр немесе жақын деген мәселені қозғап отырған жоқпыз. Тек бар айтпағымыз әр туыстық атауды орнымен қолданып, сөздің түп төркініне үңілу. Қалай десек те, жиенді жиен деп, немерені немере деу атам заманнан қалпы бұзылмай келе жатқан қазақылығымызды сақтауға қосқан кішкентай болса да үлесіміз болар. Маржан Нүсіпбек, Айтуған Бағыланов, Дастан Әлішев, арнайы қайырлы таң үшін.